Сырымға қатысты шешендік сөздер. Бақай қарт пен сырым. Сырым батыр 14 жаста Нұралы ханды шапқан себепті үкімет тарапынан жер аударылып, онан да аман есен келген соң халқы үлкен той жасап, Сырымды хан қоймақ болады. Сонда 91 жасында көз көрмей нардай шөгіп жатқан Бақай дейтін сыншы қарт: «Ау жаным халық-ау, бір жас баланы хан сайлаймыз деп жатырсыңдар. Сол баланы маған бір көрсетсеңдерші. Аруағы қандай, жасы қандай екен, байқап көрейін», дейді. Қарт қаңқылдап қоймаған соң халықтың тапсыруымен Сырым келіп сәлем береді. «Сырым дейтін сен боласың ба?» дейді Бақай. «Иә аға, болсақ болармыз», дейді Сырым. «Сырым сен болсаң, жоқтан бар болдың, айырдан нар болдың, көлденең ұры бозады, көнді қамқа тозады, атадан ұл озады, анадан қыз озады», депті қарт. Сонда Сырым: «Жоқтан бар болсам, Құдай берген болар. Айырдан нар болсам, атам өлек болар. Көнеден дәурен озса, асырауы кемірек болар. Көнді қамқа тозса, киесі салақ болар. Атадан ұл озса, еркіндігі болар. Анадан қыз озса, шіркіндігі болар», деген екен. Бақай би разы болып: «Жарайды Сырым, өмір жасың ұзақ болсын», деп бата беріпті. Ақмоншақ ат. Сырымның қарт атасы Шолпан батырды төрелер қылыштап өлтіреді. Шолпаннан дат іште қалып дүниеге келгесін, қара қазақ жиналып, төрелерменен арадағы зіт ұтылмас үшін жас баланың атын дат қояды. Дат атасының кегін алмайтын төмен, өзі тентек болып өседі. «Ей дат, сенің атың заманында қойылған еді-ау, есіңе келсің лайықты емес. Тек бір қоя салған ат еді-ау», деп қазақтың қарттары датты бетіне соғып жүреді. Дат өсіп бір тәуір әйелге үйленеді. Одан Сырым туады. Сырым өсіп ат арқасына мініп, ағайын аралап жүріп, Байбақтының Сасай дейтін атасының ауылына келеді. Келсе, ағайындары қаумалап орта қалып, жылап қоя береді. «Мына атаңа нәлет, Нұралының баласы Есім Сұлтан біздің бір ағайынның Ақмоншақ деген жүйрік атын лауға мінемін деп ұстатып алып еді. Енді бәйгеге қосып, Есімнің Ақмоншақ атанып, атағын шығарып жүр. Міне, биыл 2 жыл болады. Талай рет кісі жіберіп сұрадық, берер емес. Бүгінде құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ ал дейтінді шығарды», дейді. Ақмоншақты бір жесірге балайтын едік. Бүтін Байбақтының атағын шығарған ат еді. «Шырағым, сол атқа сен бар, саған берер», дейді ағайындары. «Ей ағайын, сіздер мені Нұралыға жұмсамаңдар. Ол ит мағанда бермес. Берсе құп жақсы, егер бермесе мен онан тегін қайтпаспын. Бір жанжал туып кетер», дейді Сырым. Ағайындары қаумалап болмайды. Ақырында Сырым баратын болады. Барып Нұралы ханның өз үйіне түседі. «Сырым, жай жүрмісің, жұмысың не?» дейді Нұралы. «Сіздің Есім сұлтаныңыз менің бір ағайынымның атын ұстап лауға мінген екен. Оған 2 жыл толыпты. Мауқы басылса, сол аттың сүйегі болса да алып кетейін деп келіп едім», дейді Сырым. «Жарайды, олай болса Есімді шақыртып айтайын», дейді хан. «Есім шырағым, мына Сырым аққұсты сұрап келіпті. Бірталай міндің ғой, енді берсейші», дейді Нұралы баласына. «Ағайынан бір ат міне алмасам, мен несіне сұлтан болып жүрмін? Мен атты беремін деп алғаным жоқ. Сырымға ат керек болса, құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ алсын да кетсін», дейді Есім. «Менің де естейін дегенім осы сөз еді», деп Сырым табалдырықтан сыр еткізіп үйден шыға жөнеледі. Нұралы хан Сырым кеткен соң Есімді қайта шақыртып алып: «Шырағым Есім, сен түсін, мына Сырым бір тайдың құнына келіп жүрген жоқ, бұл соғысқалы келіп жүр. Сен білмейсің,
Бұның атасы Шолпан біздің бабаларымыздың қолынан жазымдалған. Бұл арам соны әлі ұмытпай жүр екен. Атын беру жөн болар, дейді. Есім сырымның артынан кісі шаптырып, келіп қонақ болып атын алып кетсін, дейді. Атыңа нәлет, Есімнің есігіне бір тай үшін екі барып еңкейсем-ау. Ханыңа сәлем айт, келіп қонақ болатын күнімді өзім айтармын, деп сырым қайрылмай кете барады. Ағайындарына келіп, атты әкеліп бере аларсыңдар. Өздері әкеліп бермесе енді сұрамаңдар, деп жүріп кетеді. Сырым ауылына келіп, атын тастап, Есімнің ызасынан желмаяға мініп, ханды шабуға Сарыарқаның қазағынан көмек сұрай елге сауын айтады. Сөйтіп жүргенде елдің ақсақалдары кеңесіп, Сырымды Бақай сыншының алдынан өткізбекші болады. Сонда екеуі кездескенде Бақайдың Сырымның қолын ұстап тұрып айтқаны: «Я, Сырым бала, жоқтан бар болды, айырдан нар болды, көнеден дәурен озды, көнді қамқа тозды, атадан ұл озды, анадан қыз озды, боздан буырыл озды. Осыған тоқталмай жауап бер шырағым», дейді. Сонда Сырым батыр: «Я, Бақай ата, жоқтан бар болса, Құдайдың құдіреті болар. Айырдан нар болса, атасы өлек болар. Көнеден дәурен озса, күтімі кем болар. Көнді қамқа тозса, киюі салақ болар. Атадан ұл озса, еркіндігі болар. Анадан қыз озса, шіркіндігі болар. Боздан буырыл озса, жүйріктігі болар», депті. «Ей Сырым, әкең сенің дат төмен тентек шылғауына астына мал пішетін еді. Шешен қараторы қайратты, күндіз келген 20 кісіні, түнде келген 20 кісіні қонақ қылып аттандыратын еді. Сен шешеңе тартып туған екенсің-ау балам», дейді Бақай сыншы. «Я, Бақай ата, әкем дат тентек болса болған болар. Шешем күндіз келген 20 адамды, түнде келген 20 адамды қонақ етіп аттандырса, 40-тың бірі Қыдыр деген, онда мен Қыдырдан жаралған болармын. Өзін өзі езген ит, өзен бойын кезген ит, өзі болған жігіттің түп атасын қазған ит», деп еді, депті Сырым. Сонда Бақай сыншы сөзден жеңіліп, батырды үйіне қонақ етіп, астына ат мінгізіп, иығына шапан жауып, батасын беріп аттандырыпты. Бала би мен Сырым. Сырым бір жылы орта жүзге барғанда, сол елдің Бала би деген биіне кез келеді. Сырым мен Бала би екеуі көп әңгімелеседі. Бала би Сырымға бірнеше сұраулар қояды. Сырым жауап береді. «Сіз ағайынды неше едіңіз?» дейді Бала би. «Мен ағайынды екеумін», дейді Сырым. «Сізді даттан ағайынды 11 деп естуші едік». «Сіз түсінбедіңіз, мен даттан 11 екенім рас, бірақ та олардың маған қанша керегі бар. Менің ағайынды екеумін дегенім, біреуі өзім, екіншісі халқым. Сөз анасы не, су анасы не, жол анасы не?» дейді Бала би. «Сөз анасы құлақ, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ», деп жауап береді Сырым. «Өтірік пен шынның арасы қанша жер, неше шақырым болар?» дейді Бала би. «Өтірік пен шынның арасы 4 елі. Көзбен көргеннің арасы, құлақпен естігеннің арасы неше шақырым деп мені алдамаңыз», дейді Сырым. «Ақылды қандай адамға айту керек?» «Ақылды ұққанға айту керек. Ат не үшін шабады, ер не үшін шабады?» «Ат шабысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады». «Бұл дүниеде не тәтті?» дейді Бала би. «Аста тұз тәтті, адамда дос тәтті», дейді Сырым. Мөңкенің сұрағына Сырымның жауабы. Мөңке би Сырымға 3 сұрақ қойыпты. Таудан биік не бар, судан терең не бар, оттан өткір не бар? Оған Сырым былай деп жауап қайырыпты. Таудан биік көңіл бар, теңізден терең ғылым бар, оттан өткір қайғы зар. Көпес пен Сырым. Бір көпес Сырымнан: «Қазақ бай ма, орыс бай ма?» деп сұрапты. Сырым «Қазақ бай» депті.
Сонда көпес: қазақ қайдан бай болады? Бүтін қазақтың малы бір менің малыма жетпейді, депті. Сырым: ой, сенің байлығың бар болсын. Сен бір қаладан бір қалаға күндік жерге шықсаң, арқаңнан қабың, қалтаңнан наның қалмайды. Қазақ айшылық жолға азықсыз шығады, депті. Көпес сонда ойланып қалыпты. Сырым мен Зілғара. Сырым ауылының бір жігіті Зілғара ауылынан қыз айттырады да, қалыңдық ойнап жүріп алатын жылы айниды. Қыз үйде жүкті болып қалады. Зілғара мен Сырым айтысып, ұлы жүздің бір биіне жүгінеді. Сонда Сырым: құда болдым даңқымен, сыйласуға халқымен. 2 қара нар бердім, қос жорғаны пар бердім, 3-20 мал бердім. Күміс деп айттырып едім, мыс шықты, алтын деп айттырып едім, таты шықты. Айтуға болмайтын аты шықты. Сол себепті төреге барып, төбеге шығып, мұның қызын алмай жүрмін, дейді. Сонда Зілғара: рас, құда болды даңқыменен, сыйласуға халқыменен. 2 қара нар берді, қос жорғаны пар берді. 3-20 мал берді, құлындай байлады, тайдай жайлады. 6 жыл қалыңдық ойнады, алмаймын дегенді биыл ойлады, дейді. Төреші Сырымға 2-ші рет сөз бермей: келініңді ал, деп кесім айтыпты. Сырым батыр мен Байсал би. Сырым батыр Шеркеш Байсал бимен құда болысады. Сырым батыр Байсалдың баласына қыз бермек болып 5-20 мал алады. Балалар ер жетіп, аларына келсіп, күйеу бала малын әкеліп беріп, есік ашып, ұрын келіп жүреді. Сөйтіп жүріп, 2 жастың ынтымағы жараспай қалады. Байсалдың баласы: әке, мен Сырымның қызын алмайтын болып келдім. Енді Сырымның босағасын аттамаймын. Малыңды қайтып ал, дейді. Шырағым балам, Сырым бізге мал қайырмайды. Тентек болып айрылыспалық, дейді Байсал баласына. Жоқ әке, айтқан антым бар, айтқаным айтқан. Мал солай кетсе де алмаймын дедім, алмаймын, дейді баласы. Шара жоқ, Байсал Сырымға адам жібереді. Құдаңыз сәлем айтты. Өз көңілімде еш нәрсе жоқ. Балалардың дәм-тұзы жараспай қалыпты. Малымды беріп жіберсін, деді құдаңыз, дейді Сырымға барған адам. Өй, атаңа нәлет, мен Байсалдың малын бағып беруге алып бекем, деп адамдарын Сырым қуып жібереді. Бірер аптадан кейін Байсал құданың өзі келеді. Сырым баяғыша қонақ айтады. Ал Байсал, сенің жұмысың маған белгілі ғой. Ал бұл туралы ханға барып жүгінелік. Диуан саған тисе, малыңды қайырамын, дейді. Байсал жарайды деп екеуі жолдастатып жүріп отырады. Сырым хан аулына жақындап қалғанда: ей Байсал, екеуміз балалар жаста құда болып, су мен сүттей араластық. Енді хан аулына барып айтысып жатсақ, ұят болмай ма? Ордада келімді кетімді кісі де көп болар. Онан да басқа біреуге жүгінейік, дейді. Бұны Байсалды мақұл көреді. Екеуі жолдан бұрылып, адай ата қозы биге жүгініске келеді. Сендердің араларыңда арғы бергі сөз көп болар. Оның бәрі маған керек емес. Сендер 5 ауыздан тақпақ сөзбен арыздарыңды айта қойыңдар. Байсал, сен талап иесі ең ғой. Сөз алдымен саған беріледі, әуелі сен айт, дейді ата қозы. Сонда Байсал: Сырымға құда болдым даңқыменен, араласып сыйласуға халқыменен. 5-20 мал бердім бұрынғы ата бабаның салтыменен. Қаранарға қалы кілем жауып бердім, арғымақ жылқының асылын тауып бердім. Күндердің күнінде алтын дегенім мыс болды, мыс дегенім жез болды. Сондықтан малымды іздеп келген талапкермін, дейді. Байсалдың құда болғаны рас даңқыменен, араласып сыйласқаны да рас халқыменен. 5-20 бал алғанымда рас бұрынғы ата-баба салтыменен. Бұның баласы 3 жылдай қалыңдық ойнады, құлындай байлап тайдай жайлады. Өз мақсаты біткен соң алмаймын дегенді енді ойлады. Мен онысына көнбедім, төре биді іздедім. Төресін әділ берер деп алдыңызға келгенім, дейді Сырым. Ал шырағым Байсал, балаң 3 жылдай қалыңдық ойнаған болса,
малың қайтқан екен. Енді саған мал тимейді. Алсаң жесіріңді аласың, алмасаң үйіңе барасың, дейді ата қозы. Сырым мен Байсал үшінші нұсқада. Байбақты Сырымның қызын Алаша Байсал би көп мал беріп баласын айттырады. Бұлар бірнеше жыл өткеннен соң Байсалдың баласы Сырымның қызын алмайтын болады. Байсал Сырымға кісі жібереді. Балам қызыңды алмаймын дейді. Менің берген малымды қайтарып берсеңіз екен, депті. Мен Байсалдың малын бағып беруге алғаным жоқ. Алса қызымды берер, алмаса өзі білсін, дейді Сырым. Сонан кейін екеуі хан алдына барып айтыспақ болады. Екеуі жолда келе жатып кеңеседі. Ханның аулында жақсы да жаман да жиналған. Ел көп болу керек. Екеуміз барып ханға жүгініміз жараспас. Біз ата қозы биге барып, соның үкіміне риза болсақ қайтеді, деседі. Бұл байлауға риза болысып, аттарын бұрып, ата қозының аулына келеді. Ата қозыға жай мәністерін айтқаннан кейін ата қозы айтады. Сіз екеуіңіз белгілі Сырым менен Байсалсыздар ғой. Сіздер ұзақ дау айтпай-ақ, 2-3 ауыз сөзбенен қысқаша жұмыстарыңызды айтыңыз, депті. Сонда талап иесі Байсал мына сөзді айтыпты. Қозыке мен Сырымға құда болып едім даңқымен, араласып сыйласуға халқымен. 5-20 мал бердім бұрынғы ата бабамның салтымен. Қалы кілем қаранарға жауып бердім, арғымақ жылқының асылын тауып бердім. Алтын дегенім мыс шығып, күміс дегенім жез шығып, сондықтан малымды іздеп келген талапкермін. Содан соң Сырым айтады. Байсалдың менімен құда болғаны рас даңқымменен, араласып сыйласты да халқымменен. 5-20 мал бергені рас бұрынғы ата баба салтымен. Мұның баласы 3 жыл қалыңдық ойнады, құлындай байлады, тайдай жайлады. Бар мақсаты біткен соң енді алмаймын деген қиял ойлады. Мен онысына көнбедім, сіздей әділ биді іздедім. Төресін әділ берер деп осы еді алдыңызға келгенім. Ата қозы диуанды Сырымға беріпті. Мұнан кейін Сырым мен Байсал ата қозыға жүгініп, ата қозы диуан беріпті деген сөзді хан естіпті. Хан бұларға ашуланып Сырым мен Байсалға еш нәрсе айта алмай ата қозыны шақыртады. Ата қозы ханның аулына келсе, хан үйінің алдында жүр екен. Ата қозы келіп аттан түсіп, бас тақсыр деп ханның қолын алады. Сонда хан қолын ұстап тұрып, ойда орысты, қырда қазақты олжалап жүрсең де, шыр бітпеген бір қасқа екенсің ғой, депті де үйге жүріңіз деп жүре беріпті. Сонда тақсыр тұра тұрыңыз, үйге әлгі сөзіңізден жауабын беріп кірейін депті де, ханның етегінен ұстай алып мына сөзді айтыпты. Өлеңді жерде өгіз семіреді, өлімді жерде молда семіреді. Қаралысының алдында қатын семіреді, халқының қамын ойламаған хан семіреді. Сіздің семіз болуыңыз халық қамын ойламағаныңыздан болар. Мен қайтсем топтан торғай шалдырмаймын деп, қазақтың жалғыз тайын қалмаққа алдырмаймын деп, бір түнде 9 оянамын, 90 толғанамын. Маған қайдан шыр бітсін, депті. Хан жұмған аузын ашылмай үйіне кіргізіп, қонақ етіп, сыйлап шығарып салыпты. Сырым батыр мен Ақсуат би. Бай ұлының әлім елінде жүріп бір кісісі өлген екен. Соның құнын алуға бай ұлынан Байбура, Сырым, Есентемір, Бөкен, Қылыш, Кестен, Шеркеш, Арыстанбай, Амандық, Қаракемпір, Шеркеш, Асау мен Тұрлан, Беріштен Айтуар бас болып, небәрі 12 кісі болып жүріпті. Құн алатын ауыл Бұйырған деген жайлауда отырады. Оның Ақсуат деген биі бар екен. Ақсуатқа ел тек құн мәселесімен барады екен. Би ауылынан 2-3 шақырым жерге жолаушы ат байлайтын ағаш белдесімен жасатып, ауылына аттылы кісі келтірмейді екен. Бай ұлының адамдары белдеме ағашқа келгенде Сырым батыр. Бұл ағашқа атты байламайық. 2-3 шақырым жерден жаяу жалпылап баратын біз әлімге келінбіз бе? Не де болса ауылына атпен барып түсейік, дейді. Ауылға келген соң Ақсуат би алдарынан шығып, елмісіңдер, жаумысыңдар, алдарында құрыл ағашты көрмей,
ауыл үстін тал түсте шаңдатып жүрген не қылған көргенсіз едіңдер, деп ақырыпты. Сонда Сырым батыр ат үстінде тұрып: ел десең елміз, жау десең жаумыз. Айдаладағы ағашқа атын байлап, аулыңа жаяулап келетін бізді ұры деп тұрсың ба? Не әлімнің келін деп тұрсың ба? Би, бізбенен дұрыстап сөйлес, депті. Өздерің нешеусіңдер? Депті Ақсуат даусын бәсеңдетіп. 12 ағайындымыз, депті Сырым мен Бөкен қатарласа беріп. Ақсуат би сонда ауыл жігіттеріне: түсіріңдер, 12 ата байлы атқа мінген екен, депті. Аттан түсіп жайғасқаннан кейін де би сөз қата қоймаған соң Сырым: би, жөн сұраса отырайық, дейді. Менің не жөнімді сұрайсың? Өз атым Ақсуат, жерімнің аты Бұйырған. Әлімнің қаққан қазығынан маған тірелмей іс кетпейді, депті. Сонда Сырым: би, жөн білсең суатпын деп мақтанба. Су жаманы суат қасынан соқпақ кетпейді. Қазықпын деп мақтанба. Мүлік жаманы қазық басынан тоқпақ кетпейді. Жерім Бұйырған деп мақтанба. Бұйырған деген шөп болады, жеген жылқы тоқ болады. Тоқ жылқыны сойылдап аларман айдаса жоқ болады, депті. Ал жігіттер, жайларыңа түсіндім, енді жұмыстарыңды айта отырыңдар, депті сонда Ақсуат би. Сырым тақпақтап: тірі малдың өзі қайтсын, өлі адамның құны қайтсын, өткен өрелі болсын, қалған салауат болсын, депті. Сонда Ақсуат: айтуыңыз рас, байұлының бір кісісі бізден өлуі рас. Ердің құны 1000 қой, үлесе келсе үй басына 1 қой, не қысырақ. Адамның құны 40 қысырақ, айыбы қалы кілем жапқан қаранар болсын, депті. Байұлы осыған келісіп, бітісіп қайтыпты.